Достар, сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін ерекше дәмді жұмсақ пирог пісіретін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Пирогтың құрамын описанияға жазып кететін боламын. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды алып, жарып, оның үстіне ең бірінші қантымызды қосамыз және оны жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей ақ көбік болғанша араластырамыз. Осылай тоқтамай үнемі араластырып тұруымыз керек. Мінекей аппақ көбік болғанша араластырып жатырмыз. Енді үстіне еріген сары майымызды қосамыз және жылы сүт қосамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді ұнымызға оразырық етелді қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнды бірақ салмаймыз. Бірінші бір бөлікке бөліп, екінші бөлігімізге бөліп, осылай 3 бөлікке бөліп салған дұрыс болады. Сонда біздің қамырымызда түйіршіктер болмайды. Жақсылап араластырамыз. Мінекей ұнымыздың соңғы бөлігін салып, толықтай жақсылап араластыруымыз керек. Бұл пирог өте дәмді болып шығады. Мінекей жақсылап араластырамыз, әйтпесе бізде көптеген түйіршіктер болуы мүмкін. Осындай қоспа бізде дайын пайда болады. Сіздер осы міндетті түрде құрамымен жасасаңыздар, осындай өте сұйық емес, өте қою емес масса пайда болуы керек. Бұның құрамы өте қарапайым және дәмді болып шығады. Енді формамызды алып, астына фольга төсеп, осылай қоспамызды құямыз. Енді пешімізді қыздырып қойдық. 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Ескерте кететін жағдай, пирогты пісіп жатқан кезде духовканы ашып көруге болмайды. Әйтпесе біздің массамыздың ортасы түсіп, басылып қалуы мүмкін. Енді мен үстіне кез келген жемісті қосуға болады. Мен смородина қостым. Қыста қатырып алған смородина. Сіздерде кез келген жемісті қосуларыңызға болады. Енді қызып тұрған пешімізге салып, 30-35 минутқа қалдырамыз. 35 минут өтті. Енді ағаш таяқшамен пісіп-піспеген тексердім. Сіздерге де осындай пирог жасап көруге кеңес беремін. Мінекей пирогымызды кестік. Пирогымыз өте дәмді болып шықты.